Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен Padlet тақтасында жұмыс жасау, оның мүмкіндіктері туралы қарастыратын боламыз. Ең әуелі іздеу жолағына padlet.com деп тересіздер. Мен бұл парақшаға тіркелгенмін, сондықтан да маған бірден өзімнің парақшам ашылады. Сіздер де тіркелгеннен кейін өздеріңіздің электронды пошталарыңызды енгізу арқылы тіркелесіздер. Тіркелгеннен кейін сіздер бірден жұмысты бастай бересіздер. Көріп тұрсыздар, менде 4 тақта жасалып тұр. Енді қазір біз сіздермен 5-ші тақтаны жасаймыз. Негізінен бұл тегін емес, ақылы қосымша, бірақ мен алдыңғы жасалған тақталарды өшіріп, орнына жаңа тақта қою арқылы осылай жұмыс жасап жүрмін. Енді жаңа тақтаны жасау үшін создать доску дегенді басамыз. Сіздердің алдарыңызда мінекей өте көп әртүрлі шаблондар ұсынылады. Өздеріңіз керегіне қарай біреуін орналастыра бересіздер. Мінекей колонка. Осындай тақта ашылады. Біз бұл тақтаны бірден өңдеуге кірісеміз. Название деген бөлікте біз өзіміздің бөліміміздің атауын, сабағымыздың атауын жазып қоямыз. Мысалы, мен ғылым, мен техника деп жазып қоям. Технология. Описание деген жерге біз сабақ мақсатын, оқу мақсатын, дескрипторды қойып қоюымызға болады. Немесе сабақтың нөмірін жасап қоюға болады. Мен мысалы 5-ші сабақ деп жазамын. Одан кейін төменгі жақта фон деген болады. Біз мына жерде балмұздақтардың суреті тұр ғой, біз оны бір түске бояй аламыз. Немесе біз оны градиенты қылдырып, мынандай қылдырып бояй аламыз. Немесе әртүрлі ирек, узорлар арқылы жасауға болады. Немесе тақырыбымызға байланысты суреттерді қоюға болады. Мен осындай форматты таңдап көрейін. Енді біз ары қарай мына жерде авторство дегенді басатын болсақ, бұл жерде біздің есіміміз көрініп тұрады. Комментарий деген тетікті басатын болсақ, ол жерде біз оқушыларға комментарий жасауға рұқсат береміз. Егер де оны жауып қоятын болсақ, оқушы тек қана оны оқып қана, көріп қана қояды, ештеңе жаза алмайды. Сондықтан мен қосып қойдым. Енді дальше дегенді басамыз. Сонда бізде мінекей осындай тақта пайда болды. Дай название первой колонки деп, енді тапсырмаңыз жазасыз. Одан кейін оның астына қандай тапсырма екендігін жүктейміз. Жүктеу үшін бізде 3 түрлі мүмкіндік. Загрузить деген арқылы біз оны компьютерден аламыз, немесе алдыңғы жасалған жұмыстардың ішінен аламыз. Мысалы, мен осы жерге Вен диаграммасын жазып қойын. Енді осылай бердік. Одан кейін тағы да біз оған қоса аламыз. Бәлкім бұл жерде біз дескриптор, біз дескриптор беруіміз мүмкін. Енді біз келесі тапсырманы ұсынуымыз мүмкін. Ол жерде біз енді тыңдалым деп береміз. Бұның барлығы үлгі. Бәлкім роботтар адамды жұмысы сәлем достар ашып көрсем, осының сілтемесін көшіріп алып келемін да, мына жерде URL адресқа қоямын. Осы жерге қойдық, енді оқушылар осыны тыңдайды. Мына жерге астыңғы жағына тағы да біз тыңдалым тапсырмасын беруіміз мүмкін. Тыңдалымды материалды тыңдап, без ақпаратты анықта. Бұның барлық үлгі ретінде ұсынылып тұр. Келесі оқылым беруіміз мүмкін. Мына жерге massagate.kz сайтында өте қызықты мақалалар болады. Осы жерден мен көшіріп алып келіп, сілтемесін мына жерге қоямын. Сохранить. Енді оқушыға, мысалы, осының ішінен тағы да 5 маңызды ақпаратты анықта. Бұл үлгі, тағы да айтамын сіздерге, бұл үлгі.
Одан кейін добавить столбец дегенді басып, одан кейін тыңдалым оқылымнан кейінгі менің роботым дейік. Оқушыға мысалы белгілі бір суреттіні үшіншіні басатын болсақ, осы жерден біз әртүрлі суреттерді өзіміз іздей аламыз. Автоматты түрде ол бізде шығады. Біз мынандай бір роботты таңдап алайық, иә. Осыған қарап, суретке қарап, өзінің роботын туралы жаз деп, өзінің роботын туралы айтып бер деген сияқты оқушыға тапсырма беруге болады. Яғни бұл жерде артықшылығы мен сіздерге тапсырманы көрсеткім келіп тұрған жоқ, мен сіздерге қалай бұл тапсырмаларды орналастыруға болатындығын көрсеткім келіп тұр. Сондықтан да сіздер оны өздеріңіз қалауыңызға қарай орналастырасыздар. Одан кейін оның реттілігін, мысалы, оң жаққа қайттан ауыстыру керек па, сол жаққа қайттан ауыстыру керек па, мысалы, мына тапсырма тыңдалым материалынан кейін болу керек. Осылай орындарын бірінші оқушы тыңдап алады, оқып алады, одан кейін екеуінің негізінде диаграммасын жасап, сонда өзінің робот туралы айта ма, оқи ма, оның өзі біледі, иә. Яғни сіздер оқушыларға тапсырманы осы бір жерден бере аласыз. Одан кейін мысалы жаңа сөздерді де осы жерге енгізіп қойсаңыздар болады. Және де оқушыларға мына жоғарғы жақтағы поделиться деген тетікті басу арқылы мына жерде копировать ссылку в буфер обмена деп осыны көшіріп аласыздар да оқушылардың электронды поштасына жібересіздер. Сонда сіздердің жұмыстарыңыз оқушыларға барады. Енді сонымен қатар біз оның түстерін де өзгерте аламыз. Сәлем достар, робот, андроид, робототехника. Мына жерде осылай әрқасының түсін ерекшелеп беріп қоюға болады. Оқушыларға визуалды тұрғыдан да әдемі болады. Айтпағым осы, назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Тағы да қандай қосымша ақпарат құралдары туралы білгіңіз келеді, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде мен ол туралы видео түсіретін боламын.